Баршаңызға сәлем. Бүгін біз сендермен 3-ші сыныптың математиканың 107-ші сабағымен танысамыз. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз разрядтан аттама 2 таңбалы санды 1 таңбалы санға жазбаша бөлу. Ежелгі замандағы ұлы математиктер. Бірінші тапсырма. Пифагор кестесі бүгінде көбейту кестесі ретінде белгілі. Онда цифрның орнына грек әліпбиінің әріптері орналасқан. Әріптерді цифрлармен ауыстыр. Ол қалай құрылғанын сен түсіндіре аласың ба? Ғаламтордан грек әліпбиінің атауларын тап. Алдымен грек әріптерінің атауларын біліп алайық. 1 дегеніміз альфа, 2 дегеніміз бета, 3 дегеніміз гамма, 4 дегеніміз дельта, 5 дегеніміз эпсилон, 6 дегеніміз зета, 7 дегеніміз зета, 8 дегеніміз ета, 9 дегеніміз сета. Осы кестедегі әріптерді цифрлармен ауыстырып көбейту кестесін құруға болады. Екінші тапсырма. Баған түрінде есепте дұрыстығын тексер. 62 бөлу 2. Бірінші 6-тан бөлеміз 2-ні тең болады 3. 3 тексереміз. 2 көбейту 3 тең 6. 6 азайту 6 тең 0. Және де бізде 2 қалды. 2-ке бөлеміз 2-ні тең болады 1. Тексереміз. 2 көбейту 1 тең 2. 2 азайту 2 тең 0. Сонда жауабымыз 31 шықты. Енді дұрыстығын тексереміз. Дұрыстығын тексеру үшін 31-ге көбейтеміз 2-ні. 1 көбейту 2 тең 2. 2 көбейту 3 тең 6. 62 шықты. Сонда біз дұрыс шығардық. Басқаларды да дәл осылай шығарасыңдар. 3-ші тапсырма. Есепті амалдар бойынша шығар. Облыстық Пифагор математикалық олимпиадасына қала мектептерінен 69 бала және ауыл мектептерінен 93 бала қатысты. Әр мектептен 3 оқушыдан келді. Олимпиадаға барлығы қанша мектеп қатысты? Қысқаша шартты. Қала мектептері 69 бала, ауыл мектептері 93 бала. Әр мектептен 3 оқушыдан келді. Табу керек барлығы неше мектеп қатысқанын. Шешуі: жашаның ішінде 69 қосу 93, жаша жабылады, бөлу 3-тен 69-дан бөлеміз 3-ті, сосын 93-тен бөлеміз 3-ті, сосын оларды өзара қосамыз. 69 бөлу 3-тен 23, 93 бөлу 3-тен 31, 23 қосу 31 тен 54. Жауабы: олимпиадаға барлығы 54 мектеп қатысты. 4-ші тапсырма. Қысқаша жазылу бойынша есеп құрастырып, оны шығар. Неге менің құраған есебім? Облыстық Пифагор математикалық олимпиадасына қала мектептерінен 4 топ және ауыл мектептерінен 8 топ бала қатысты. Әр топтан 11 баладан келді. Олимпиадаға қала мектептеріне қарағанда ауыл мектептерінен неше оқушы артық? Қысқаша шартты кітапта тұр, ал шешу: 11 көбейту 8 азайту 11 көбейту 4-тен 11 көбейту 8-тен 88, 11 көбейту 4-тен 44, 88 азайту 44 тен 44. Жауабы: олимпиадаға қала мектептеріне қарағанда ауыл мектептерінен 44 оқушы артық. 5-ші тапсырма. Есепте және дұрыстығын тексер. Дұрыстығын тексер дегеніміз, мысалы 32 көбейту 2 тең болады 64. Дұрыстығын тексеру үшін 64-тен бөлеміз 2-ні немесе 32-ні. Бірақ мен тек қана жауаптарын айтам. 32 көбейту 2 тең болады 64. 22 көбейту 4 тең болады 88. 99 бөлу 3 тең 33. 62 бөлу 2 тең 31. 41 көбейту 2 тең 82. 33 көбейту 2 тең 66. 66 бөлу 6 тең 11. 88 бөлу 4 тең 22. 6-ші тапсырма. Қысқаша жазылу бойынша есептер құрастырып, оларды шығар. Бұл бізде асы. Неге мен құраған есебім? Автобуста бірінші күні 21 адам отырды, екінші күні оған қарағанда 3 есе артық. 2 күнде барлығы неше адам отырды? Қысқаша жазылуы кітапта тұр, ал шешу: 21 қосу 21 көбейту 3 тең 21 көбейту 3 тең 63. 21 қосу 63 тең 84. Жауабы: 2 күнде барлығы 84 адам отырды. 6-ші тапсырманың әсін осылай орындайсыңдар. Автобуста 3 күнде 90 адам отырды.
Бірінші күні 31 адам отырды, екінші күні оған қарағанда 12 адам кем болды. Қалғаны үшінші күні отырған адам. Үшінші күні автобуста неше адам отырды? Қысқаша жазылу кітапта бар, ал шешу 90 азайту 31, азайту жашаның ішінде 31 азайту 12, жаша жабылады. Тен 90 азайту 31, азайту 19 тен 40. Жауабы үшінші күні автобуста 40 адам отырды. Жетінші тапсырма теңдеулерді шеш. Бірінші теңдеу 63 бөлу x тен 159 азайту 150. Бірінші 159-дан азайтамыз 150-ні, тен болады 9. Жазамыз 63 бөлу x тен 9. X-ті табамыз. X-ті табу үшін 63-тен бөлеміз 9-ды, x тен 7. Тексереміз. 63 бөлу 7 тен 9. 9 тен 9. Екінші теңдеу 80 көбейту y-тен 1000 азайту 280. 1000 азайту 280 тен 720. Жазамыз. 80 көбейту y-тен 720. Енді y-ті табамыз. Y-ті табу үшін 720-дан бөлеміз 80-ді. Y-тен 9. Тексереміз. 80 көбейту 9 тен 720. 720 тен 720. Үшінші теңдеу 7 көбейту x тен 84 бөлу 4. 84 бөлу 4 тен 21. 7 көбейту x тен 21. Енді x-ті табамыз. X-ті табу үшін 21-ден бөлеміз 7-ні, x тен 3. Тексереміз. 7 көбейту 3 тен 21. 21 тен 21. Сегізінші тапсырма көпшілікке танымал геометриялық конструкторды әлі де Пифагор басқаттырғышы деп атайды. Осындай ойын әзірле. Осы және басқа да пішіндерді құрастырып көр. Мұны өздерін жасап, ойнап көріңдер. Бұл тапсырма орындау үшін сендерде түрлі түсті қағаз болу керек. Оны қию арқылы осы пішіндерді да басқа да пішіндерді құрастырып көріңдер. Сабақ аяқталды, сау болыңыздар.